Бәріңізге сәлем. Аты жөнім Мауянов Медет Мәдениетұлы. Қарағанды қаласы білім басқармасының нөмір 2 арнайы мектеп-интернатында музыка пәні мұғалімін. Осы мектепте тірек қимыл аппараттары зақымдалған балалар білім алады. Осы орталықта өнерлерін шыңдап жатыр. Балалар денсаулықтарының ерекшеліктеріне қарамай, түрлі байқауларда жеңімпаз атанып жүр, өнерлерін шыңдау үстінде. Өте талантты, талапты балалар. 5-ші А сынып оқушысы Іңкәр 1,5 жасынан бастап өнерге деген антасы өте зор болды, анылдап өлең айта бастады. Жалпы әнге деген, өнерге деген талпынысын осы сабақ кезінде байқап қалып, көп баланың ішінен таңдап алып, осы мектепшілік вокал үйірмесіне жазып, әрі қарай өзімен жеке жұмыстар жасадым. Іңкәр өзі ізденімпаз, өте талапты. Мұғалім, ана өлеңді айтып көрейік, мына өлеңді айтып көрейік деп, өзі әрдайым ізденіс үстінде жүреді. Іңкәрдің сол қасиеті өте ұнайды маған. Өйткені ізденген адам, талапшыл адам осы өмірде бір жерден жарып шығады деп ойлаймын. Алла қаласа Іңкәрді үлкен сахналарда көреміз деген ойдамын. Ұстаздан шәкірт озат демекші, Іңкәрдан үлкен үміттер күтемін. Осы Жұлдызай байқауына біз I Feel Good деген өлеңді таңдап алдық. Өзі Іңкәрдің жан дүниесіне жақын бір әндердің бірі. Іңкәр өйткені өзі өте көңілді, сондай ақ жарқын қыз, аузын ашса жаны көрінетін, сондай бір көңіл күйде әрқашан адамның жан дүниесін сезе білетін, өзі әр әнді алған кезде толықтай сол әнді сезініп, толықтай шыңдап шығаруды жан дүниесі өте жақсы көреді. Жұлдызай байқауы арқылы біздің балаларымыз үлкен сахнаға деген жолдама алып жатыр деп ойлаймын. Өйткені бір сахнада Қазақстан жұлдыздарымен ән шырқау әр баланың арманы деп ойлаймын. Сондықтан да осындай игі іс жасап жатқан, осындай республикалық Жұлдызай байқауына үлкен алғысымды айта кете отырып, осындай байқаулар көп бола берсін деп айтамын. Жұлдызай байқауы әлемдік деңгейдегі байқаулардың бірі болсын. Жұлдызайға дауыс бер, маған жұлдызды сәт сыйла.